var ya. Sosun. Esper sosun. Ha? Kantalapay oyunu var ya baba. Sol oyunların birini qaysi oynasan edi? Takımın dağısı. Men aldarmın, sakalımda utaldarmın. Sakal tıgıl murtta sok, saytandı da valdadım. Сәлематсыздар ма балалар? Балалар, мен сіздерге асық, қанталапай деген ойын алып келдім. Қазақтың ұлттық ойыны. Жарайсыз, алға өсеміз қазір. Қанталапай ойнаймыз. Иә, жарайсыздар. Қанталапай ойын ойнаймыз ба балалар? Иә. Ал енді алдар өсе сізге көп рахмет. Алдар өседі. Иә, көп рахмет. Сау болыңдар балалар. Қайтып келем. Сізге қанталапай ойын ережесін түсіндірейін, иә? Қанталапай ойын дегеніміз асықтарды ату. Оның ішінде бір асық хан асығы бар екен. Хан асығы қазір осыны жерге тастайын. Кімге хан асығы түседі? Сол ойынды бірінші бастайды, иә? Жарай ма? Қанталапай, ойын басталды. Алға қарай. Хан асығы Айдарға түсті. Енді Айдар хан асығын алып қаласың. Қалған асықты түсіп қойасың. Асық бірінші хан асығы бізге Айдарға түсті, иә балалар? Демек, Айдар бастайды. Айдар, мен сендерге тағы түсіндіре кетейін. Асықты атасың, асық тегіс алмасаң, мен саған сұрақ қоямын. Сұраққа жауап бересің, жарай ма? Ал асықты тегістен өзіңге ұтқан асығыңды ала қоясың, не ма? Айдар тегіс алмады, иә? Айдарға мен сұрақ қояйын. Айдар, қазақтың ұлттық тағамдарын қандай білесің? Қандай ұлттық тағам? Бешбармақ, жарайсың. Әмір де тегіс алмады. Әмірге қазақтың ұлттық киімдерін қандай киім білесің? Саған сұрақ қояйын. Қазақтың ұлттық ойындарын біреуіне табар? Қыз болу бар, иә? Иә, жарайсың. Балалар, бүгін қандай ойын ойнадық? Қанталапай, жарайсың. Сендерге ұнады ма? Иә, жарайсың. Ал енді асықтарды осында салып.